Айша бибі кесенесі осы орта ғасырлық кесенелердің ішіндегі інжу маржаны деп аталады. Себебі Айша бибі кесенесінің сырты 62 ою-өрнектен кірпішпен салынған. Оның ішінде өсімдік іспеттес, геометриялық, біздің ұлттық оюымыз ішінде кездесіп жатады. Бағаналардың 18-ші қатарына қарасаңыздар, көне Куфа тілінде араб жазуын көре аласыздар. Онда күз бұлттар өмір ғажап деп жазылған. Айша бибі кесенесі 11-12 ғасырларда салынған. Табиғи апаттардың кесірінен кесененің тек батыс бөлігі ғана аман сақталған. 2001-2004 жылдар аралығында толық реставрациялық жұмыстар жүргізіліп, кесене қалпына келтіріледі. Қазіргі таңда мұнда Қазақстан бойынша ғана емес, тмд елдері бойынша туристер ағылып келуде. Өйткені Айша бибінің тарихы тереңде жатыр. Біз Таразға негізі бұлай қыдырып бір жағы бір шабуларымызбен келгенбіз, демалып. Жолдастарымызбен бір екі толып. Сосын осы жерде жалпы білеміз ғой, Тараздың тарихының терең екенін. Сосын осының басындағы Әулие тамғасына барып, сосын оның басына бір Айша бибі анамызды білеміз. Осының басына келіп, зират етіп, басына Құран бағыштап өзімізше осы жердің тарихын кішкене тереңірек сұрап біліп жүрген жайымыз бар. Ал бұл Бабача хатун кесенесі, яғни Бабача хатун кім дейтін болсақ, ол Айша бибі анамыздың ұстазы, нақылшысы болған, яғни күтушісі. Бабача хатун өзінің кесенесі құрылыс композициясының қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Яғни ешқандай ою-өрнексіз, тек қана күйдірілген кірпіштен салынған. Кесененің осы күмбезіне қарасаңыздар, 16 қырлы призма түрінде жасалынған. Яғни Бабача хатунның деректерде аңыздарда өзінің жеке басында 16 күтушісі болған дейді. Соған байланысты осындай 16 қырлы етіп жасалынған. Және кесененің маңдайшасында өзінің араб жазуы бар, онда былай жазылған. Бұл жерде Бабача хатун кесенесі, оны салған дегенде араб жазуы аяқтанып қалған. Сонымен осы кесененің кім салғаны бізге әлі күнге дейін белгісіз болып келе жатыр.